Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 8-ші сынып қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек дастаны. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Бағалау критерийлері: шығарманың жанрлық ерекшелігіне байланысты сюжеттік желісін анықтайды, эпилог, прологтарды анықтай алады. Еңлік кебек екі жастың махаббатын жыр ететін шығарма. Еңлік пен кебек туралы хикаялар оқиға болған 18-ші ғасырдан бастап ел арасына кең тараған. Бүгінде жыр түрінде жеткен Еңлік кебек дастанының екі нұсқасы белгілі. Оның біріншісі 1912 жылы Семейдегі Жәрдем баспасынан жеке кітап болып жарық көрген. Абай ұсынған тақырып бойынша Шәкәрім жазған Жолсыз жаза яки кез болған іс деген шығармада, екіншісі Мағауия Абайұлы жазған Еңлік кебек дастаны. Шәкәрім нұсқасы 1988 жылы қайта жарық көрді. Бұл әңгіме 1780 жыл шамасында осы Шыңғыс тауында Матай мен Тобықты арасында болған іс. Шариғатта әкесінің атастырғаны жас қызға неке есепті десе де, өзге дүниелік пайдасын ойламай, жалғыз ғана қызының қамын ойлап берері дегені. Әйтпесе жас баланы сатып, пайдаланып, кем-кетікке беріп обалына қалып демейді. Мен соны ойлап, Еңлік кебекті соншалық жазалы демеймін, деп қара сөзбен бастаған Шәкәрім ақын. Еңлік кебек дастаны адам тағдыры, адал махаббат жолындағы күрес, рушылдық құрбаны болған екі жастың қайғылы тағдыры туралы баяндайды. Дастанның кейіпкерлері бірін-бірі ұнатқан, ғашық болған жастар. Еңлік пен кебек бірақ дауласқан екі ру Тобықты мен Найман билері екеуін ат құйрығына сүйреп өлтіреді. Екі жастың 4 айлық баласы тау бөктерінде жылап жетім қалады. Махаббат жолында құрбан болған, ерлікті аңсау мен зұлымды қарсыласының бейнесі болған Еңлік пен кебек есімдері ел есінде сақталды. Семей Қарауыл тас жолына жақын жерде Еңлік кебек ескерткіші бар. Ендеше балалар, әдеби теориялық ұғымға қысқаша тоқталып өтейік. Яғни пролог дегеніміз шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Шығарма идеясын дұрыс түсіндіру. Эпилог көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Бірінші тапсырма: шығарма үзінділерін эпилог және пролог бойынша сәйкестендіріңіз. Өз жауаптарыңызды тексеріңіз. Екінші тапсырма: шығармадағы сюжет желісінің жоспарын құрыңыз. Дескриптор шығарманың мазмұнын түсінеді, шығарманың сюжеттік желісі бойынша жоспар құрады. Ендеше жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер. Мүмкін сіздердің жазғандарыңыз бұл жазылған жауаптан өзгеше болар. Сонда да өз жауаптарыңызды тексерулеріңізге болады. Үшінші тапсырма: үзінділерді сюжеттік желі бойынша рет-ретімен қойыңыз. Ендеше жауаптарыңызды дұрыс жауапмен тексеріңіздер. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың соңына жеттік. Бүгінгі сабағымыздан не түсіндік? Ендеше өз қорытындымызды жасайық. Оны біз рефлексия пирамидасы арқылы орындаймыз. Мен үйренген 4 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, есте сақтау керек 1 маңызды мәлімет. Міне өз мәліметтеріңізді жаза отырып, бүгінгі сабағымыздың рефлексиясын жасайық.